Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Міне біздің күніміз туатын кез келді. Украин жалғыз өз үшін соғысып жатқан жоқ. Украин тұтас Ресейді тас-талқан қылу үшін соғысып жатыр. Міне Еуропа мен Американың көмегімен, тұтас адамзаттың көмегіменен Украин Ресейді тас-талқан қылуда. Ресейдің басыбайлы иті болған, күні кеше Ресей әскері жағынан 2 реткі шешен соғысында қыршыннан қиылған шешеннің жастарының, боздақтарының қанын ұмытқан Путиннің басыбайлы иті, шынжырлы иті болған Рамазан Қадыровтың армиясы Киевтің іргесінде тас-талқан болды. Осындай ұлтсыз, намыссыз, дінсіздердің әлеуметтік желіде алақан жайып, азан шақырып, намаз оқып жатқан видеоларын көріп, біздегі кейбір діни сектанттар мен фанаттардың сілекейлері ағыпты. Оларға жаратушы Құдайдың қарғысы тисін. Олар жауыз қаншер Путинді жақтаған үшін шексіз мейірімді, әділетті жаратушы оларды ақыретте тозақтың отында өртейді. Олар шахидтерге жатпайды. Олар сол шешен халқының өзін қынадай қырған, шешен халқын ішінде қамтыған бүкіл татар, ноғай халықтары, Арғсанау, Якутияға дейін қынадай қырған, кәрістерді өзінің жерінен айдап әкеп Орта Азияға тыққан, бүкіл Кавказдың халқын өз жерінде тоздырып, бүкіл қалаларын қиратып, ауыл-ауылдарын қиратып, Кавказ түріктерін, Грузин түріктерін, анау Иран халықтарын, бүкіл сол жақтағы орыстың боданына түскен халықтарды өз жерінен боздырып, тоздырып, қанадай қырып отырып, тентіретіп, Орталық Азияға қуған сол орыстың қорлығын ұмытып қалған, бүгін сол Путин от қайдаса, сол Украинге барып, орыстың мүддесі үшін жұмыс істеген, сол аталмыш азан шақырып намаз оқығандарға, және сол жерге баласын әскерге жібергендерге, сөйтіп Путиннің басыбайлы иті болғандарға жаратушы Құдайдың қарғысы болсын. Және олар сол жерде Құдайдың қарғысына ұшырады. Киевтің түбінде тұтас гвардиясы менен тас-талқан болып батальонымен жойылып кетті. Міне, Құдай аққа жақ екендігін көрсетті. Украин соншама әлсіз. Ресейдің армиясының күшіменен Украинның армиясының күшін интернетте таратып жүр. Мен бұл арада қарапайым халыққа оның бәрін оқып ауыстырмайын. Ресейдегі танк, Украиндегі танк арасы 1000 есе. Ресейдің ұшағы, Украинның ұшағы арасы 1000 есе. Ресейдің жаңағы ататын зымырандары, Украинның зымырандары арасы 1000 есе. Міне, осындай сұмдық айырма болғанына қарамастан, Украин халқы өзінің территориясын жерін қорғап қалды. Міне, Киевті нажағай шайқасымен аламыз деген орыстың әскерінің арманы Киевтің түбінде тас-талқан болды. Украинға міне Польшадан ағылып келіп жатыр. Легионерлер келіп жатыр. Міне еріктілер келіп жатыр. Қазақша айтқанда еріктілер. Енді мен қазақ халқын айтам. Атажау орыстан кек алатын кез келді. Біздің ата кегіміз орыста. Ресейді тас-талқан қылып, өмір бойы басын көтере алмайтын қылып тастайтын орай туды. Ешқашан айналасына ажал оғын себе алмайтын қылып, Ресейді күл талқаны шығарып, анау қиыр шығысынан тартып, Якутияға дейін, Ноғайдан тартып, башқұрт, татар, шешен бір азат болатын. Мынау Орта Азиядағы бүкіл түркі халқы орыстан азат болатын. Ресейді тек қана Мәскеу мен Петербордың өзінде қоятын. Тіпті Мәскеу мен Петербордың өзін бөлек-бөлек республика жасап тастайтын заман келді. Енді қазақтың азаматтары менің сіздерге айтатын екі өтінішім бар. Аққа жақ болыңдар. Өздеріңнің үйлеріңде телефондарыңды көтеріп, анау ата, апа, әжелерге дейін, жас балаларға дейін, қазақтың тақиясын, қазақтың анау тойдағы кигізетін тондарын киіп тұрып, біз Украин халқын қолдаймыз деп, видео үндеулерді әлеуметтік желіге таратыңыздар, WhatsApp-тан таратыңыздар, біздің мына ата жұрттың телефондары бар, соған жіберіңіздер, біз бәрін әлеуметтік желіге жариялаймыз. Қазақша киініп тұрып, Украин халқымен біргеміз деңіздер. Рухани көмек. Мынау Қазақстанда мынау
жендеттердің тұқымдары қазір Ресейдің пропагандасына сеніп, Ресейді жақтап, ана орыстың өтірік ақпаратын таратып жатыр екен. Соларға тасталқан шығаратындай қарсы күш жасайтын кез келді. Екіншісі, қазақтың азаматтары. Мынау Беларусьтың өзі, мына Лукашенкенің орысшылдық, мәскеушілдік саясатына қарсы тұрып, ерікті азаматтары Украинға барыпты. Ендеше қазақтың азаматтары, Украинға барыңдар. Қару жетеді Украинда. Соғыстан өтіңдер. Ресейге қарсы ата-бабамыздың кегін алатын кез келді. Украинға барыңдар, соғысты көріңдер. Ертең ол соғыс біздің қазақ жерінде болады. Бәрібір Қазақстандағы орысшылдар, мәскеушілдар түбі қан төкпей қоймайды. Сондықтан сол кезде сол Украин достарыңменен қайта айналып кеп қазақты қорғайсың. Ендеше қазақтың 18-ден жоғары, 50-ден төменгі азаматы ебін тауып ұшаққа ұшып Украинға жет. Ерікті армияда бол. Украинның қарапайым, сен әскери жаттығуда болмадым деме. Иығыңа алсаң болды. Танкінің тасталқан шығаратын еуропалық, америкалық қарулар иығыңа алсаң болды. Міне, мынау сияқты аспап екен, міне. Бұлай ал, міне, бітті. Ал да иығыңды ал, міне, бітті, қой. Дәлдеуді білсең болды. Ұзаса бір күн, 2 күн жаттығасың. Соғыс майданын көр. Ертең осы соғыс қазақ жерінде тұтанады. Біз Украин халқы сияқты соғысқа дайын емеспіз. Ендеше соған дайындал. Қазақтың кем дегенде 10 000 жас жігіті Украинға барып, жаттығудан өтіп, сол жерде ерікті армия болып, Ресей басқыншыларына қарсы соғысу керекпіз. Жағаласпай жан қалмайды. Бейбітшілік жасасын, Құдай сақтасын деген тоңқаңбай, анау радикалдық, фундаменталистік біздің санамызға сіңдірілген өтірік уағыздардың бәрінен құтылатын кез келді. Бабамыз, Қабанбай бабамыз қанды төкті, қандарын ағызды, жан алды, жан берді. Сол алып қалған жерде жасап отырмыз біз. Егер біз бүгін орысқа қарсы шаппасақ, егер біз бүгін ата-бабамыздың кегін алмасақ, онда мәңгі бақи бас көтере алмаймыз. Ауылдағы қарт, жас жігіт, мектеп баласы үйіңде отырып, біз Украинмен біргеміз деп видеоға түсіп жіберіңіздер. Бүкіл қазақтың әлеуметтік желісінде осы Украинды қолдаған үндеу тұруы керек. Ресейдің пропагандасы емес. Екіншісі, қазақтың жастары, тіпті қыздар, Украинға еріктілікке барыңыздар. Украинға жетіңіздер. Қай жағынан жетсеңіздер де жетіңіздер. Украинға жетіңіздер. Полшаға ұшып барып, Полша арқылы Украинға жетіңіздер. Украинға бару керек. Украиндағы соғыс тәжірибені үйрену керек. Бәрібір жағаласпай жан қалмайды. Дүние жүзі тас-талқан болайын деп отыр. Ендеше осыған бүкіл қазақ аттанысқа келуі керек. Менің осы сөзімді тарату керексіздер. Мұна тыңдап алып, үнсіз қалғанды қойыңыздар. Қазір тыңдап алып, әлеуметтік желіге ата жұрттың азаматтарына видео сөйлеңіз. 2 минут қана, 2-ақ минут. Біз Украинмен біргеміз. Украин халқымен біргеміз. Ресей басқыншыларына, Ресей шовинистеріне, Ресей империалистеріне, Ресей оккупанттарына қарсымыз. Міне, осы сөзіңді сөйледі, жібер бізге. WhatsApp-пен жібер. Ата жұрттың телефондары жарияланды бұдан бұрын сан мәрте. Осыны жариялаңыздар. Міне, енді Украин 3 күнге шыдас берсе, Мәскеудің өзін Украин жаулап алуы мүмкін. Мәскеудің өзін Украин жаулап алуы мүмкін. Рамазан Қадыровтың өзі, шешен халқынан шыққан сатқын, 200-ді, мұнапиқ, сол өзін қынадай қырған, шешен халқын бақытсыз қылған, сол өзінің ата-бабасы жасаған жерден бос тұрып, Орта Азияға қашырып, Орта Азияға оларды босқын қылып, бос тұрып жіберген, ата жаулар, ата кегі кеткен, орыстың құлы болған Рамазан Қадыровтың бет бейнесі ашылды. Міне, енді келіп ол қайтты, анау орысқа деген тегі қайнап тұрған шешендердің қысымынан біз Украин халқына соғысуға, жаңа соғыспаймын деді ме, бірден айтыпты, оның анау орысшасын түсінгем жоқпын. Видеолар тарады, әлеуметтік желіде бөлісіп қойды. Менің Серікжан Біляшұлы деген парақшамнан көрерсіздер. Түсінбеймін, айтып, бірдеңеде былжырады, өзі тілі қисық па бір бәлекен ғой өзінің де. Дон дей ма, дрон дегенді не дейді, білмеймін әйтеу.
В общем, соғыс алмаймын деп жылап отыр, маңқасы ағып жылап отыр ана. 1 метр сақалына маңқасы сора-сора болып ағып жылап отыр. Міне, ана кеше ғана. Ол шын мәнінде шешен халқының өкілі де емес ол. Ол бір көшеде жүрген бандит. Ол Путин көрді, мына қайсысы ит екен, қайсысы маған адал берілетін, қайсысы маған жаңағы өлдісем өлетін адал құл екен деп, соны Путин іздеді де, аппа деді де соны тапты. Мынау Еуропаға босып кеткен, нағыз азатшылықты аңсайтын шешендердің азаматтары оны сынның астына алып жатыр.